Көп балалы отбасыларға 474,8 миллиард теңге қарастырылған. 2024 жылдың басынан бері көп балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақымен орта есеппен 583,4 мың отбасы, жалпы сомасы 274,8 миллиард теңге мөлшерінде қамтылды. Оның ішінде шілде айында 577,1 мың отбасыға жалпы сомасы 38,6 миллиард теңге мөлшерінде жәрдемақы төленді. Бұл мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалар бар отбасылар табысына қарамастан үміткер бола алады. Төлем мөлшері бала санына қарай есептеліп төленеді және 2024 жылы 4 баласы бар отбасыларға 59,183 теңге, 5 балаға 73,988 теңге, 6 балаға 88,793 теңге, 7 балаға 103,598 мың теңге, 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға әр балаға 4 айлық есептік көрсеткіш немесе 14,768 теңге мөлшерінде төленеді. 2024 жылға 1 қаңтардан бастап балалы отбасыларға тағайындалатын мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері 7% артқанын атап өтеміз. Биыл көп балалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге 474,8 миллиард теңге қарастырылған.